сезімі бірінші кезде как будто шынайы болды и қатты болды, а бұл жерде сәл-пәл. Аида не болды? Болды ғой, саған қарамайды, не үшін оны кіре бересің? Болды ғой, он сейчас рядом со мной сидит. Сен ұрыстырудың ондай ешнәрсен керегі жоқ. Білмеймін енді, как шүкір деп атсын, анау деп атсын. Назёка, мен сендерді ұрыстырып жатқан жоқпын. Мен саған сен лайықты, көп и күшті, қымбат подароктар деп айтып жатырмын. Әрине лайықтымын ғой, бірақ енді қазір оны айтып қайта-қайта кіре берудің қажеті жоқ. Баласаған айтсайшы. Жаңағыда қымбат сыйлық деп жатыр ғой. Былай айтайыншы. Ең ұзақ күткен адамға ең күшті сәттер күтіп тұрады дейді ғой. Так что менің планымды құртпақ қойыңыздаршы. Баласаған айта кетсем бола ма? Мен сайдан түсінбей жатырмын да, саған не қойды, нормально бәрі. Құрсына өзін қайта-қайта қоймады оны. Ол Ғалымжан, ол өзі негізі бәрін уақытысымен істейтін адам. Ол бұрын неге олай істеді? Өйткені ол сол бір моменттерде білмеймін енді өзім бір баяда жақсы көрсетті ғой не дегенмен, осы жерде қымбат-қымбат сыйлықтармен. Бірақ Назымға енді келгенде бұл Назым үшін қазір бәрін жасап отқан жігіттердің қатарынан болып отыр. И ол постепенно да оны сөйтіп сайда ол саған по-любому осы жерде ортақ күрес саған пайда жоқ. Мен сенен үйрендім, үштікке кіріп, сондай бір нәрселерді айтып, сенен үйреніп алдым енді сондай. Балсахан.